От шашуды көліктің жүк салғышына қойып атқан жастар жауапқа тартылды. Түркістан облысы Ордабасы ауданында жол ережесін өрескел бұзып, от шашуды көліктің жүк салғышына қойып атқан жастар жауапқа тартылды деп хабарлады Айтқын КЗ. Әлеуметтік желіде Лада көлігінің көше бойында дрифт жасап, жол ережесін өрескел бұзғаны таспаланған видео тарады. Сондай-ақ олар көліктің жүк салғышының үстіне салют қойып атқан. Жол ережесін сақтамай өзге көліктерге кедергі келтіріп, авариялық жағдай туғызған. Мониторинг жұмыстарын жүргізген тәртіп сақшылары оқиғаның Ордабасы ауданында болғанын анықтады. Көлік жүргізушісі әкімшілік жауапқа тартылып, көлігі айып тұрағына қойылды. Лада көлігінің жүргізушісі Қазақстан Республикасының 593 бабы 1 бөлігі, 590 бабы 2 бөлігі, 606 бабының 1 бөлігі бойынша жауапқа тартылды. Жүргізуші кінәсін толық мойындап, алдағы уақытта мұндай бассыздықтарға жол бермейтінін жеткізді делінген Түркістан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі таратқан ақпаратта.